жолдың бойында өтірік айтсын бір шегіне жеткізіп айтысқан Замадин Ибадуллаев деген көкеміз осы 2 жылдықта ғана өтті өмірден. Өзі Ақжарма деген ауылда тұрады. Сол жердің үлкейгеннен кейін сахнаны тоқтатқаннан кейін сол жердің мешітінде имам қызмет жасап, діни көптеген өлеңдер жазды, мысалдар. Өзі айтады ғой, ертек деген бір сөз бар, жар өтірік, жар рас, терме сөздің бәрі рас деп. Мына Әзіреті Әлінің бір күні деген хикаясы бар. Сол кісі айтады, өзі Алла айтады екен, қараңғы түнде қара үңгірдің ішіндегі қара тастың астындағы қара құмырсқа маған көрінеді деп. Адамның кеуілінде не бар екенін, көңілі қандай екенін көрем деген сөзім екен. Әзіреті Әлі бір күштің атасы болған ғой, не болса да бір күші тасып кемеріне кеп жүрген кезде жердің бір тұтқасы болса ұстап орнынан жылжытып қою керек еді деп астам сөйлеп, алдынан басқанға бір тосқанда бір кездесетіні бар өлімде. Шүмберген қалай жоқ, біледі ғой енді ауылды. Жақсы, кеше күнде ғана сол жақсы отырмын. Бұл уақиға қалған ізі ескінің жалған ау деп ойламаймын ешбірін. Алла деген пенделердің бірімін, кім болжаған бұл дүнияның 5 күнін. Бұл аңызда пайғамбарым Мұхаммед ең биігі болған ұқсайды естінің. Ауыз ашарда біздің ауыл шалдары, біздің үйде басын қостау кешқұрым. Алуан түрлі әңгімелер қозғалды, басын мүжіп отырғанда ешкінің. Әкем марқұм әңгімешіл кісі еді, сол бір кеште сол кісіден естідім. Содан бері 45 жыл өтіпті, сол шалдардың бәрі тегіс кетіпті. Сол кездегі шалдарымның жасына біздің ғұмыр аяңдау менен жетіпті. Ол кезде мен бала едім, сенбедім, түсінбеппін өмір бейне шеңберін. Басты шайқап таңдай қағып таңғалып, көз алдыма аңыз жайлар келгенін. Жұма күні намаздан соң Мұхаммед басын қосқан сахабалар Хазірет. Сол кездегі өмір жайлы сөз қылып, мәжіліс құрған мұсылман қауым әлеумет. 4 Хазіреті мұсылман елін аралап, ел жағдайын байқайды екен шамалап. Көргендерін түгел айтып болған соң, өз шешімін айтады екен шамалап. Мәселелер шешіліп жатты өзекті, Хазіреттер көрген жайын сөз етті. Біткеннен соң Омар, Осман, Әбубәкір, Әзіреті Әли өз алдау кезекті. Әзіреті Әли хасша өңгір кісі екен, бойы 4 бақ аса жойқын күш екен. Ашуланып айбаттан сау айғайлап, адамзатты шыдатпайтын сұс екен. Екі көзі оттай жанса қызарын, пенде болса таяд екен жүз анық. Қолындағы зұлпы қарын сілтесе, қос құлашқа кетеді екен ұзары. Дүлдүл деген тұлпар аты болыпты, өзі мықты, өзі әсем көрікті. Ылғи ғана аяқтаған жеңіспен Әзіреті Әли араласқан жорықты. Бұла күші тасқан кезде бойында, астамшылық ой келіпті ойына. Жұмыр жерде тұтқа болса ұстайтын, бір жылжытып болмас па екен қоюға. Ғылым менен шұғылданған тұңғиық, мәселесін шешіп жүрген жан ұйық. Бір әулие шері ойын сезіп қап, басын шайқап күлген екен жымайып. Әзіреті Әли заманының ереді, пайғамбар қойған екінші аты шереді. Айлық жерді алта қаптап дүлдүлі, ел аралап жағдай біліп келеді. Жол үстінде
bir qanşıq it кезікті, өзі туған баласынан безіпті. Күшіктері талап жатыр жабылып, Әзіреті Әли ойға келді ау сезікті. Қаншық бауырын қан етіпті даладай, мені туған енем ғой деп санамай, түгел шауып тастайын деп тұрды да, сәл ойланып өте берді ау қарамай. Bir жерлерде bir қора қой кезікті, өз көзіне өзі әрең сеніпті. Ақ қара бас жалғыз бір қой барлығын көз алдында кезекпенен еміпті. Үсті басы бұлғаныпты сүтпенен, тоятындай ыңғайы жоқ тіптенен. Кім біліпті қанша айлап емгенін, әлгі қойға ешқандай қоң бітпеген. Шабайын деп ойлады да басынан, қандай кегім бітеді деп осыдан. Bir Алланың құдіреті шығар деп, сәл ойланып өте берді ау қасынан. Әйел көрді алған отын арқалап, көтер алмай ұмтылады шалқалап. Әлгі отыны аз секілді қараса, үсті-үстіне салып жатыр қайталап. Шер әйелдің жолын болды бөгемек, бұл не қылған ынсабы жоқ немеден. Әлде қайдан құйын келіп шаң борап, көз алдында ғайып болды ау керемет. Жол үстінде қарға көрді отырған, оңбағандай нәжісті жеп шоқыған. Алла, Алла деп қояды шоқынып, дүлдүл аты шықтау жолдан шошынған. Bir Алланың құдіреті деп жорыпты, байқамапты бесін уақыт болыпты. Су жиектеп намаз оқып отырған, жол бойында қарияға жолықты. Жай намазын орай салып басына, намазында аяқтады асыға. Байлап қойған ақ есегін жетектеп, қария келді қоржынының қасына. Ойлап едім кетеме деп қарамай, көтеруге белім тұр ғой жарамай. Есегімнің арт жағына қоржынды салып берші деп өтінді баламай. Ат үстінде болып еді салмақшы, қозғалмайды қоржын мүлде салмақты. Төрт аяғы жерге кірді дүлдүлдің, қарап тұрса көзінен жас парлапты. Қарғып түсіп апты бедауын тұлып, кебістері қақ бөлінді жыртылып. Қозғалатын ыңғайы жоқ қоржынның, Әзіреті Әли тұрып қалдау үркіліп. Сабыр балам, сәл сабырлық етелік, сабырсыздық пенделерге бекерлік. Деді дағы есегіне қоржындау, таяғымен сала салдау көтеріп. Біреу айтса бұған қалай нанасың, өз көзіңмен көрсең қайран қаласың. Астафиралла, Алла өзің сақтағай, сұмдық қой деп шер ұстадау жағасын. Көргендерін шері берді баяндап, ел тым-тырыс жауап күтті аялдап. Сәлден кейін сөйлеп кетті Расулы, алдын ала қойғандай ақ даярлап ау, даярлап. Көргендерін айтып бергеннен кейін пайғамбардың сөйлеп атқан екен барша жамағатқа. Көргенін айтып берді ғой, енді жорбадың пайғамбар. Үмбетім өзгереді-ау заманың менің өзгереді-ай адамың. Күшіктерде енелерін талаған, рахымы болмайды екен баланың. Сорлы метім пенделікке бойырып, құрыйды екен опал сауап жойылып. Көпшіліктің ақысын біреу жейді екен, кетпейді екен сонда да ол тойынып. Пенде болар ауыр күнә баратын, біліп тұрып сол күнәға бататын. Көтер алмас зор күнәсі болса да,
Künesine küne jamab alatın. Жүрсе дағы тазармастай харам жеп, ой бұлар тазалыққа барам деп, ит нәпсіні тоқтатарлық халі жоқ, ойланадай алланау еске алам деп. Күнәһарлық қыздырар бір күн базарын, орны бөлек екенін сезер тазаның. Өз қолыменен бүлдіріп алып барлығын, пенделер ай кеште тартар азабын. Күнәһар боп шерім сенде тасыпсың, қателесіп мүлде жаза басыпсың. Жұмыр жердің мыңнан бірі қоржындау, қозғалталмай орынынан сасыпсың. Пендем солай астамшылық етеді, Аллаға деген сенімде бір күн кетеді. Рахым я дадалдық кетіп адамнан, ақыр заман осылайша жетеді. Қапа болып тартпа шерім құсаны, саған деген Алланың бұл бір тұсауы. Бүгін барып ел аралап көргенің, ақырғы менің үмметімнің ай мысалы. Түнерді жұрт жиналғандай қазаға, апырмай дейді адамдар солай азама. Расулым сонда көрсетіп қолымен мұсылмандарын, осы жеріңді тазала. Ey canım, şey şu